Орталық Азиядағы ең ірі және жалғыз трансформатор зауыты өнім шығара бастады. Өндіріс Шымкентте орналасқан және бүгінде компания жыл соңына дейін 7 миллиард теңгеге жуық сомаға тапсырыс алды. Бұл завод енді жылына 12 мың мегавольт ампер өнім шығарады. Шығарған өнімдері ол үлкен күшті трансформаторлар 110, 220, 500 киловольтқа арналған. Бұрын жергілікті компаниялар осындай реакторларды сатып алу үшін шетелге тапсырыс беретін. Қазір зауыт Қазақстанның ұлттық компаниясы үшін 500 киловаттқа арналған 6 реактор және жергілікті электр желілері үшін 220-110 киловаттқа арналған 4 трансформатор әзірлеуде. Сондай Қазақстанның магистральдық темір жол желісі үшін трансформаторлар дайындауға келісімшарт жасау көзделіп отыр. Бүгінгі таңда Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғызстандық тұтынушылармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Зауыттың толық қуатпен жұмыс істеуі ішкі нарықтың қажеттіліктерін жабуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ үлкен әлеуметтік экономикалық тиімділікке жол ашады. Жобаны іске асырудың нәтижесінде шамамен 220 жаңа жұмыс орны ашылды. Электр машиналарын жасау саласындағы айтарлықтай жетістіктерге қарамастан, жергілікті билікке ішкі нарықты қорғау бойынша үлкен жұмыстар атқаруға тура келеді. Мәселен, аталған саладағы кәсіпорындар жүктеменің төмендігін және экспортқа шығу үшін түрлі кедергілердің барын айтады. Бүгінде отандық трансформаторлар қайда қолданылады? Зауыт толық қуатқа шыққаннан кейін қандай әлеуметтік экономикалық әсері болады? Бүгінгі таңда қазақстандық электр машина жасау саласының жағдайы қандай? Бұл туралы өнеркәсіп бағдарламасында жан-жақты айтып береміз. Біз тұрған зауыттың құрылысы 2016 жылы басталды. Құрамына көне Кентау трансформаторлық зауыты кіретін электр техникалық жабдықтар шығаратын ірі холдинг үшін бұл алғашқы жоба емес. Кәсіпорын алдына үлкен мақсат қойды. Ол тәуелсіз Қазақстан тарихындағы бірегей зауыт болу. Бұндай заводты былай қарасаң, дүние жүзінде 3 жылда бір соғылады екен бұндай завод, дүние жүзінде. Соны енді біз енді осы Шымкентте соғылған енді ол да үлкен бір қуаныш деп есептеймін. Бұл енді Ресейде бұндай 4-5 завод бар. Мынау Центральный Азияда бұндай завод жоқ. Ресейде енді бір 150 миллион адамға 4-5 завод болса, бізде 70 миллионда халық тұрады. Оған бұндай завод бірінші завод деп ойлаймын. Осы енді Центральный Азияның рыногіне біз 100% біз оны жабамыз деп отырмыз, солардың заказдарын. Мынау енді құдай қаласа көрші Өзбекстан бар, Тәжікстан бар, олармен де бүгінде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Осы жылдың аяғына да олар біраз заказдар берейін деп жатыр. Содан бері толық ауқымда жұмыс жүргізілді. Жобалауға Еуропа, Украина, Ресейден шетелдік фирмалар қатысты. Еуропалық елдердің барлық ірі зауыттарын аралап шыққан кәсіпорын басшылығы соңғы бірнеше жылда ең озық технологияларды енгізді. Соның нәтижесінде зауыт 110-нан 500 киловольтқа дейінгі трансформаторлар шығаруға мүмкіндік алды. Мысалы, Кентаудағы кәсіпорын 6, 10, 35 киловольтты трансформаторлар өндіреді. Бізде қазір жылдың аяғына шейін мына заказдармен завод қабылдады. Соған енді күшті салып жатырмыз. Енді заводтағы бүкіл технология, енді ол европейский технология. Бүкіл проект мамандарды, проектанттарды Украинадан шақырдық. Ол жерде крупный институт бар. Содан мамандар келіп жатыр. Солар бізге проект істеп жатыр. Солар енді біздің мамандарды үйретіп жатыр. Жобаның жалпы құны шамамен 19 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде 8,7 миллиард теңгені мемлекет банк 12 жыл мерзімге қарыз түрінде берді. Ал қалған қаражат банктың еншілес ұйымынан алынды. Бұл қаржы еуропалық жоғарғы технологиялық жабдықтарды сатып алуға және құрылыс жұмыстарына жұмсалды. Бүкіл орнатылған қондырғылар бұл еуропалық қазіргі әлемдегі ең озық технологияда жасалған қондырғылар. Яғни бұл қондырғылар бізге жасалып жатқан трансформаторымыздың сапалы шығаруына әсер етеді. Өйткені бұл біз өте дәлдікті қамтамасыз ете аламыз осы қондырғылар арқылы. Ол біздің сапамызды арттыруға көмектеседі. Яғни қондырғылардың барлығы еуропалық қондырғылар, дүние жүзі әлемдегі брендтер болып саналады осы трансформатор құрылысында. Трансформатордың қарапайым сушка, құрғату, активті бөлігін құрғату, ол өте маңызды болып табылады. Ол жақта бізде швейцарский қондырғы орнатылған. Яғни ол бізге ішіндегі судың болмауын, толықтай судың болмауын қамтамасыз етеді. Бұрын мұндай ірі трансформаторларды Қазақстан Ресейден, Қытайдан, Украинадан импорттап келді. Қазір зауыт толық қуатымен жұмыс істеп жатыр. Енді кәсіпорын ішкі нарықтың қажеттілігін
толық қамтамасыз етуге мүмкіндік алды. Аталған жобаның арқасында Қазақстанның оңтүстігінде импортты алмастыруға бағытталған ірі жоғары технологиялық кәсіпорын дамып келеді. Бірінші трансформаторлар офф-тейк келісімшарттары бойынша, яғни Қазақстанның электр энергетикалық жүйесінің мұқтаждықтары үшін әлі өндірілмеген өнімді сату туралы келісімдер бойынша жасалуда. Өндірісте 4 трансформатор бар, оның екеуі сынақтан кейін бірден тапсырыс берушіге жіберіледі. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметі бойынша 2017 жылы Қазақстанда 33.588 трансформатор өндірілді. 2018 жылы өндіріс артып 41.044-ке жетті. Өндірістің ең көп үлесі Орал және Кентау трансформатор зауыттарына тиесілі. Бұл зауыттар өз өнімдерін тмд елдеріне, сондай-ақ Ауғанстан, Иран, Еуропа, Германия және Қытайға экспорттайды. Өткен жылы экспорт сомасы 8.759.000 ақш долларын құрады. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 17%-ке аз. Болашақта жаңа зауыт жылына жоғары вольтты 120 трансформатор шығара алады. Бұл нарықтың қажеттілігін біршама қысқартуға мүмкіндік береді. Дей тұрғанмен, жаңа зауыттың ашылуы аталған саладағы барлық проблеманы шеше алмайды. Электр машина жасау саласына мемлекет тарапынан қолдау керек. Для выхода на экспорт Көрші Ресейде өнім өндірушілерге мемлекет тарапынан қолдау бар. Мысалы, экспорттау кезінде өнімнің тапсырыс берушіге жеткенге дейінгі тасымал шығынының 80%-ын мемлекет субсидиялайды. Ал бізде шекараға дейінгі тасымалдау шығыны ғана субсидияланады. Сала мамандарының айтуынша, бүгінде отандық кәсіпорындардағы жүктеме 40%-ке дейін ғана жетеді. Оның басты себебі мемлекеттік сатып алудың ашықтығын бақылаудың әлсіздігі. Бас мердігер ұйымдар тендерді жеңіп алғанмен көбінесе арзан шетелдік өнімдерді жеткізеді. Бұл мәселені шешу үшін үкімет арнайы қаулы қабылдады. Оған сәйкес енді мемлекеттік сатып алуға тек Қазақстанда өндірілген тауарларды жеткізушілер ғана қатыса алады. Аталған трансформаторлардың шетелдік өндірушілері біздің мемлекеттік сатып алуларға қатыса алмайды. Яғни отандық тауарларға басымдық беріледі. Осының есебінен біз отандық трансформаторлар өндірісі көлемін арттырып, ал импорттық бөлікті ішінара жаба аламыз. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметінше, 2018 жылдың соңына қарай трансформаторлар шығару 21%-ке өсті. Өнімдер мемлекеттік сатып алу аясында жиі саудаланады. Көбіне тұрғын үй коммуналдық шаруашылық секторында мұнай-газ саласына пайдаланылады. Өндірушілердің айтуынша, қазақстандық трансформаторлардың сапасы жақсы, бұл пікірді тапсырыс берушілерді қолдайды. Қазіргі уақытта аталған трансформатор Астана 1 жабық тарату құрылғысында тұр. Оның артықшылығы ешқандай шусыз жұмыс істейді және шығыны аз. Өндірушілердің айтуынша, олардың міндеті сапалы өнім шығару ғана емес, оның халық үшін қолжетімді болуы. Бүгінде трансформаторлар өндірісіндегі негізгі материалдар Түркия, Еуропа, Қытайдан сатып алынады, ал ол материалдарға қосымша құн салығы мен көлік шығындары қосылады. Нәтижесінде бұл өнімнің өзіндік құнына әсер етеді. Біз Қазиндустрия шикізатты қайта өңдеуге арналған шығындарды 30%-ке дейін субсидиялау сияқты мемлекеттік қолдау мүмкіндігін қарастыруды ұсындық. Егер біздің өндірушілер бағасы қымбат, бірақ сапасы жақсы шикізат алғысы келсе, осындай жеңілдік бар. Еркебұлан Ильясовтың айтуынша, электротехникалық машина жасау бүгінде қарқынды дамып келеді, ал экспорттық көрсеткіштер жыл сайын 1,5 есеге артуда. Егер экономикалық тұрғыдан қарасақ, холдинг құрамына кіретін барлық зауыттар шығарған өнім көлемінің жыл сайынғы орташа өсімі 30%-ті құрайды. Сондықтан саланы қалыптастыратын әлеуметтік әсерді жете бағаламауға болмайды. Олар толық қуатымен жұмыс істеген кезде аталған кәсіпорында 1000-ға жуық адам жұмысқа орналасады. Оның үстінде кәсіпорын басшылығы менеджментке өте жауапкершілікпен қарайды. Қазақстанның электр техникалық саласындағы жаһандық өзгерістер енді басталды. Жаңа трансформатор зауыты бүкіл Қазақстанның жартысын өніммен қамтамасыз етуді және шетелге экспорттауды көздеп отыр. Министрліктің және аталған саланың өкілдері шетелде өндірілген трансформаторларды сатып алуға тыйым салу жөніндегі жаңа жобалық бастама ішкі нарықты қорғауға және саланы дамытуға көмектеседі деп үміттенеді.